Әлемде миллионнан астам кеме бар. Ал кез келген адам ең алып кемені Титаник деп жауап беруші еді. Титаник 20 ғасырдың ең алып әрі ұзын кемесі ретінде саналды. Ғасыр жылдардың арқасында бұл түсінікке өзгеріс енгізілді. Осы технология арқасында жүздеген алып кемелер жарық көрді. Достар, бұл топ 10 арнасы. 10-шы орында Princess Diamond кеменің салмағы 116 мың тоннаны құрайды, ал ұзындығы 294 метрді құрайды. Кеме 2670 жолаушыға арналған болса, ішінде 700 бөлме бар, ал кемеде 100-ден астам балкон бар. 9-шы орында Carnival Dream кемесі. Бұл лайканың ұзындығы 130 мың тонна, ұзындығы 306 метр және 3646 жолаушы сыяды. Оған қоса бірнеше кинотеатрлар мен бірнеше ойын-сауық және хауыздарға толы. Яғни кеме жолаушыны қызықсыз қалдырмайды. 8-ші орын Voyager of the Seas кемесі. Салмағы 138 мың тонна, ұзындығы 311 метрді құрайды. Ал кемеге 3114 жолаушы еркін сыйып кетеді. Және дәл Carnival Dream кемесі сияқты ойын-сауық кешені, мұз айдыны және гольф ойыны бар. Дәл қазір кезде бұл кеме қолданыста. 7-ші орында Celebrities Life кемесі. Салмағы 112 мың тонна, ұзындығы 315 метрді құрайды. Ал кеме 5 қабатты үйдің 38 мен тең десек те болады. Бұл кеме басқа кемелерден ерекше. Себебі кемеде жаттығатын жерлер көп, ал кемеде 100-ден астам паб. 6-шы орында Norwegian Epic кеменің салмағы 156 мың тонна, ал ұзындығы 329 метр құрайды. Бұл кеме 4100 жолаушыны тасымалдай алады. Кемеде ерекше қызмет көрсету түрі бар, яғни таңнан кешке дейін тегін пицца береді. 5-ші кеме Spain дейді. Бұл кеменің салмағы 137 мың 917 тоннаны құрайды, ал ұзындығы 338 метрді құрайды. Бұл кеме бірінші жерден екінші жерге 3274 адамды еркін тасымалдай алады. 3-ші орында Freedom of the Seas, ұзындығы 339 метр, салмағы 160 мың тонна. Кемеге 3674 жолаушы сыяды. Бұл кеме Финляндия елінде. 3-ші орын Disney Dream кемесі. Кеме салмағы 130 мың тоннаны құраса, ұзындығы 340 метр. 2500 жолаушыға арналған бұл кеме Disney Lime көшірмесіндегідей. 2-ші орында Queen Mary 2. Бұл кеме Британ королі Георг 5-ның жұбайы Мария 2-ге салынған. Кеменің салмағы 151.400 тонна, ал ұзындығы 345 метр және 3640 жолаушы еш қиындықсыз сыйып кетеді. Сырттай көз салып қарайтын болсақ, кеме 70 турист автобусымен тең екен. Көптен күткен 1-ші орында Royal Caribbean Oasis of the Seas кемесі. Бұл алып кеменің ұзындығы 361 метрді құраса, салмағы 223 тонна. Кемеге 5400 жолаушы еркін сыйып кетеді. Тіпті бұл кеменің үлкендігі сонша Панама каналынан өте алмайды. Каналға тіркел, лайк бас, коммент жаз. Қош сау болыңыздар.